Қалайсыңдар достар, бүгін осы ойынды ойнайтын боламыз. Бізді ұшағымыз тастап кетіп бара жатыр. Енді біз осы жерде 7 күн өмір сүруіміз керек. Ал енді біз өзіміздің тұратын жерімізді қазып алайық. Достар, мен бұл ойынды бірінші рет ойнап жатырмын, сондықтан қателесіп өліп қалып жатсам ренжімеңіздер. Достар, біз қазып болдық, енді бізге ағаш алып келу керек. Көріп тұрғандарыңыздай, мен тоңып бара жатырмын. Енді ағаш жағып, жылынып алуым керек. Біздің шанамызды осы жаққа қоймасақ, ол ары қарай сырғанап кетуі мүмкін. Достар, біз ағашымызды құлатып алдық, енді осыны қиып, от жағып, өзімізді жылытып аламыз. Негізі мен бұл ойынды көп ойнап көрмеген, бірақ та ұнап жатыр. От жағып жылындық, көріп тұрғандарыңыздай холодный дейтін азайып бара жатыр. Соны бізге 0-ға апарып, үңгірімізді қазамыз. Мен ағашты өзіммен бірге алып кетемін. Ойында енді шыққан соң кішкене бақтар бар, қолымыз ұзарып кетті, көрдіңіздер. Оған мән бермейміз, ойынымызды жалғастырамыз. 2-ке бөліп алып саламыз. Әйтпесе ұзыннан салса ол түсік болады. Бір ағаш 52 килограмм болды. 200 болады екен. Достар, негізі бірінші, екінші күн менің көрген видео көрдім осы ойнағандардан. Бірінші, екінші, үшінші күн оңай болады. Үшінші күн кеш жақыннан бастап жел соғады. Сондай мен 1-2 тиктокерлердің видеосын көрдім. Оларда солай болды. Мен қателік жібермеуге тырысамын, бірақ та көреміз. Бізде сағат түскі 3 болды. Тағы 7 градус суық, 8-ге өсіп кетті. Енді өзімізді тағы да от жағып жылытамыз. Достар, мен тағы да ағаш шауып жаққа бара жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай бізде кеш болды, уже 22 градус минус болып жатыр. Енді бізге тезірек барып жату керек. Достар, біз жатып қалдық. Уже 2-ші күн, далада -21. Енді бүгін біз балық аулай аламыз. Кешегі ағашымды алып келем, одан кейін шанамызды алып балыққа баратын боламын. Достар, мен уже балыққа келдім. Енді біз қазір жылынып алатын боламыз. Одан кейін жерді қазып балық аулаймыз. Әйтпесе мен тоңып бара жатырмын, қарным кішкене аш. Біз тезірек балық ұстауға тырысамыз. Достар, біз бірінші балығымызды ұстаған болатынбыз. Ол жақта видеоға түсіре алмадым, себебі біз 2 сағат уақыт етіп қалдық. Енді дальше балық ұстауды жалғастырамыз. Достар, уже 3-ші күн өтіп кетті. Мен кеш жақын
далада қонған болатынмын. 3 балға ауладым кеше. Оны видеоға түсіре алмай қалдым. Алдын ала кешірім сұраймын. Бізде бүгін 3-ші күн 23 градус минус болып тұр. Енді ертеңнен бастап мен білім бойынша жел тұрады. Ал біз жалғастырып балық аулаймыз. Достар, мен 7-8 балық ауладым. Енді онан бәрін шанағымызға салып алып, жаққа апарамыз. Себебі ертең өте қатты жел тұрады. Біз тамақ алмасақ аш қаламыз. Сондықтан қазір осыларды үй жаққа қарай апаратын боламыз. Достар, біз үй жаққа қарай келдік. Уже сағат түскі 2. Осылардың бәрін түсіріп, ары қарай үйімізді кеңейтеміз. Достар, біз ары қарай үйімізді кеңейтіп бастаймыз. Осы жерлерді маған кеңірек қылып ашып алу керек. Достар, мен кеңейткен болатынмын үйімді осылай. Енді ары қарай қазамыз. Далада уже минус 27, бізде кеш батып кетті. Уже бізге жел тұрады. Ертеңнен бастап қателеспесем бізге ұйықтау керек. Ема мен тоны оянды, енді бізге ағаш жағып тамақтанып алу керек. Ема, достар, бізде аяқ асты уже жел тұрып кетті. Сағат кешкі 5-терде минус тағада 45 градус. Не төсекке жата алмаймын, не кеш болмаған. Үстіндегі отындарды алып, енді соны жағу керек бізге. Ё-моё, үйге сыймай жатыр отындарым. Мен осы күннен тірі шықпайтын сияқтымын. Жота қорқып отырмын. Келесі күнге аман есен өтіп алдық. Бірақ та әлі далада боран болып тұр. Менде жағатын жейтін ештеңе қалмады. Енді көреміз. Достар, маған ормандар жаққа ағаш жағып тырғалама деп ойлап едім. Бірақ та желден ағашымыз кетіп бара жатыр. Енді біз осы күннен өлетін сияқтымыз. Бірақ та лайк басып қолдап кетсеңіздер, тіркеліп мен қайтадан ойнайтын боламын. Ағашымыз тоқтады, енді осыны жағып жылынуымыз керек. Достар, егер де лайк басып қолдап кетсеңіздер, мен жалғасын шығаратын боламын. Ал енді біз осы жерден 5-ші күннен бітіреміз. Сау болыңыздар.